Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Мұнда менде тигровые бегония деген гүл. Бегонияны кез келген топыраққа отырғыза берсеңіздер болады. Яғни универсальный топыраққа перлит араластырып ектім мен. Өте жақсы тез өсетін гүлдердің бірі. Суды көп құйғанды ұнатпайды. Бірнешеуін бір горшокқа ексеңіздер қалың болып өседі, немесе бір түптен бас жағынан осындай отростка кесіп алып отырсаңыздар, ары қарай қалыңдай түседі. Жан-жаққа жайылып өскенін қаламасаңыздар, осылай кесіп отырсаңыздар болады. Бұл гүл бір жапырақтан да, осындай бір жапырақтан да, сабағынан да көбейе береді. Бірақ мен 3-4 жапырақпен суға салып тамырлатып, сосын мынандай ыдысқа ектім. Өте жақсы гүл, күтімді қажет етпейтін гүл. Жапырағы осындай жап-жасыл болып тұрады. Жаңадан шыққан жапырақтар осындай сәл сарғылтым болып, кейін жасыл болады. Күтімді талап етпейді. Күннің көзі қажет емес. Жарық жер болса болғаны. Өте тез өседі. Мынандай бір жапырағында 4-ке бөліп, торфқа салып немесе перлитке салсаңыздар, онда да көбейіп тамырлай береді. Тигровые бегония деп айтылады. Тез суда тамырлайды. 4-5 күнде уже тамыр шығарып қояды. Нәзік болады тамыры. Сондықтан кішкене горшок таңдау керек. Кішкене горшокқа ексеңіздер, тез өседі. Тамыры өте жіңішке, нәзік болады. Парақшама тіркеліп алсаңыздар, мен қандай гүлдерімді егіп, қалындай күтім жасап жатқанын бәрін сіздерге көрсетіп отыратын боламын. Тіркеліп, колокольчикті басып қойсаңыздар, менде жаңа видеолар шықса, сіздерге барып тұратын болады.